Hello everyone, how are you? I'm going to introduce summative assessment for the unit sports for the term 4. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз БЖВ, яғни спорт тақырыбы бойынша БЖВ жұмыстарын талқылайтын боламыз. Мұнда оқу мақсатына listening мен speaking берілген екен. Яғни тыңдалым мен айтылым бойынша тапсырма әзірленген, сол тапсырмаларда талқылайтын боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын сіздерге айтатын әдеттегідей бір өтінішім, каналға тіркеліп, лайк баса кетсеңіздер. Және 5-ші сынып оқитын достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе кетіңіз видеоны. Және сабақты соңына дейін қарауларыңызға кеңес беремін. Task 1 for listening. Listen to the speaker and write B if the speaker didn't action before. And N if the speaker does this action now. You will listen to the recording twice. Бірінші тапсырма айтылым бойынша спикерді тыңдаңыз дейді. Және B деп жазыңыз дейді. Егер де спикер іс-әрекетті бұрын жасаған болса. Және N деп жазасыздар, егер спикер бұл іс-әрекетті қазір жасап жатқан болса. Сонымен балалар бұрынғы іс-әрекеттеріне, яғни B-ға pretend, кейіпте қулық жасау, go to the bathroom, ваннаға бару, hide his posters, плакаттарын жасыру, keep a secret, құпия сақтау, writes N for now, to. Яғни қазіргі болып жатқан іс-әрекеттерге мыналарды жазасыздар. Relax, демалу, enjoy the matches, матчтарды қарап демалу, support his team, тобына, яғни группасына қолдау көрсету, cheer with his family, отбасымен бірге қуану. Next task for speaking. Task 2. Answer the following question. Talk for 1 minute. Келесі тапсырма speaking бойынша, яғни айтылым бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер және 1 минуттың ішінде әңгімелеп берулеріңіз керек, яғни сұраққа жауап берулеріңіз керек. The first question. What kind of sports your family members like? What's their favorite one? Сіздің отбасы мүшелеріңіз қандай спорт түрімен айналысады? Және соның ішіндегі ең ұнайтыны қайсысы? My family members like to play football and volleyball. Яғни футбол, волейбол деген сөздердің орнына өздеріңіздің ұнайтын спорт түрлеріңізді жазсаңыздар болады. Also, especially I play football with my brothers on the yard. Әсіресе мен футболды өзімнің ағаларыммен бірге аулада ойнаймын дейді. Do you play sport? What sports do you play and why? Yes, I played football, but nowadays I go to Kazakh fight because my parents want to go Kazakh fight. Я, мен футбол ойнағанмын, бірақ мен қазір қазақша күреске барып жүрмін. Өйткені менің ата-анам қазақша күреске барғанымды қалайды. Do you prefer playing sport or watching it and why? Спортпен ойнағанды ұсынасың ба, әлде қарағанды ұсынасың ба? Яғни теледидардан қарап көргенді ұсынасың ба дейді. Және неліктен? I absolutely like to play football in my space. I prefer playing and watching the football. Мен футбол ойнағанды өте қатты жақсы көрем. Менің тарапынан, яғни мен футбол ойнағанда және футбол матчтарын көргенді ұсынатын едім. What's the most popular sport in your country? Do you like it? The most popular sports are boxing, football, basketball, volleyball. Also, we have lots of national games, Kazakh fights, chess, тоғызқұмалақ, көкпар in my country. Ең көп ойналатын спорт түрлері бокс, футбол, баскетбол, волейбол. Сонымен қатар біздің Қазақстанымыздың өзіміздің ұлттық ойындарымыз бар. Қазақ күресі, тоғызқұмалақ, көкпар. Fifth question. What are the advantage of playing sport? Яғни спортпен айналысудың қандай артықшылықтары бар? If we do like this type of sports, our health is improved. Егер біз осы спорттық ойындарды ойнайтын болсақ, біздің денсаулығымыз жақсарады.
Мінекей балалар, денсаулығымыз үшін біз спортпен айналысып тұрғымыз қажет екен, өздеріңізге ұнайтын спорт түрлерін осылай спикинг жасап көріңіздер. Ендеше келесі кездескенше. Бай!